Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Жәнібек және Майк Сантос арнасы. Чипсы мен газдалған сусындар әлемдегі ең зиян тағам түрлеріне кіреді. Ол картоптан емес, картоптың ұнынан жасалады екен. Ал егер оны күнде жесе не болады? Бірге көрейік. Чипсыйдың тәуелділікті шақыратыны өтірік емес. Пристон университеті жасаған дәлелдеме бойынша, егер бұл тағамды күнде жейтін болсаңыз, темекі мен алкогольде болатын тәуелділікте осы чипсыйда да пайда болады. Онымен қоса чипсы тез семіруге әкеп соғады. Бір пачка чипсыйда 510 килокалория бар екен. Ал кішкентай бала бір күнде 1200 кило, ал ересек адам 1800 килокалория тамақ ішу керек. Онда кішкентай бір чипсы бір күндік астың жартысын жалмап алады екен. 3-4 пачкасы ауруға кеп соғуы мүмкін. Өйткені мұндай көлемдегі чипсы рак ауруына душар етуі мүмкін. Чипсыды қабылдаған уақытта адам бойында холестерин көбейеді. Ол дегеніміз адамда инфаркт немесе инсульт ауруының бастамасы. Және чипсыда бірде-бір пайдалы нәрсе жоқ. Нақтырақ айтсақ, оның құрамында минерал да, кальций да, нәруж да жоқ. Тіпті қарапайым жүгерде кездесетін көмірсудың өзі жоқ. Сонда алып қарасақ, біз құр зиян қалдықты жеп жатырмыз. Және де өздеріңіз білетіндей, чипсыдың құрамында тұз өте көп. Ал тұздың ағзада көп болуы жүрек ауруларына әкеп соғады. Өйткені тұздың құрамында натрий бар. Ал натрий су өткізбейтін қабілеті бар. Яғни сіздің ағзаңыздың кей бөлігіне қан тасымалданбай қалуы ықтимал. Сондықтан да чипсыды көп жемеген абзал. Егер мені тыңдамай чипсыды көп жеуді жалғастыра берсеңіз, өлем сізді күтіп тұр. Я достар, осымен видео аяқталды. Рахмет. Сіздерге рахмет. Арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Давайте.